Балқия Балтабай жүрек тыныштығы. Қарыздың қайғысы. 2001-2005 жылдар аралығында жоғарғы оқу орнында психология мамандығы бойынша күндізгі бөлімде оқып диплом алдым. Оқуды бітіре сала ауылдағы өзім оқыған мектепке, оған қоса ауыл әкімдігіне психолог болып жұмысқа тұрдым. Психология мамандығы меңгеріп қана қоймай, оны одан әрі тереңдете зерттеу үшін магистратураға түстім. Осы ғылымның қыр-сырына ден қойып ғылыми жұмыс жаздым. Университетте психология пәнінен дәріс оқыдым. Сол кездің өзінде менің психологиялық кеңес беретін жеке кабинетім болды. Газет-журналдарға психолог ретінде үнемі пікір білдіріп, оқырман сұрақтарына жауап беретінмін. Бір қарағанда ісім алға басып, тірлігім қыз-қыз қайнап жатқандай. Алайда қай-қай жұмыста да жалғыз жалақыға жұмыс істедім. Несін жасырайын, айлығыма қанағаттанбадым. Жұмыс істеп, азын-аулық ақша тауып жүргендіктен бәріміздің де ата-анамызға көмектескіміз келеді ғой. Менің де бар ойым сол болды. Қарапайым отбасынан шықтым. Қосымша кәсіп бастап, үйдегілерге өзімше қолғабыс жасаймын деген ниетпен бір қордан қомақты несие алмақ болдым. Ол кезде діни сауатым болмаған соң несие алудың шариғатқа қайшы екенін білген жоқпын. Қанша талпынсам да ол қордан ақша алу оңай болмады. Ақыр аяғында қордың басшысы: "Саған керек сомадан несие рәсімдеп беремін. Бірақ ол ақшаны маған қарызға 2 айға бере тұрасың. Одан кейін өзіңе қайтарамын", деп шарт қойды. Басқа амал болмаған соң тәуекелге бел буып ол кісімен келістім. Бұл келісім жөнінде үйдегілерге тіс жарып айтқан жоқпын. Ең сорақысы, тірі жанмен ақылдаспадым. Басымда баспана жоқ. Туысымның үйін кепілге қойып, бар құжатты дайындап, несиені рәсімдеп, кассадан ақшаны өз қолмен алдым. Алдым да жаңағы адамға өзім апарып бердім. Уәделі 2 ай өтті. Тіпті 2 жыл, 3 жыл өтті. Соңында ол адамды таппай қалдым. Сөйтсем, ол кісі менен ғана емес, тағы бірнеше адамнан дәл солай ақша алған екен. Адвокатта жалдадым. Жаны ұшырып қолымнан келген бәрін істеп көргенмен, онынан түк шықпады. Шырылдадым да қалдым. Үй кепілде тұр. Қарыз менің мойнымда. Алған несиемнің үстеме ақысы күннен күнге өсіп жатыр. Сондағы үлкен қателігім қайтарып берем деген бір ауыз сөзге сеніп қалғаным. Келісімді нотариус арқылы жасаған едік. Оның өзі көмектескен жоқ. Ол адамды тапқанмен атымда рәсімделген ештеңесі болмай, қарызды сол күйі өндіріп алмадық. Қазір ол кісінің атын атап түрін түстеудің еш маңызы жоқ. Болған іс болды. Кінәлі өзім болып шықтым. Сол жағдайға, сол кездегі өзіме, қазіргі Балқияның көзімен қарасам, әрине ол Балқия құрбан позициясында болды. Мида, ойда көп деген шектеу болды. Мұның бәрін бүкпесіз айтып отырғандағы мақсатым біреу ғана. Оқырман осыдан сабақ алса екен деймін. Шектеулі шеңберде шарасыз қалған сол кездегі Балқияның қателігін қайталамаса деймін. Қарыз сол күйі менің мойнымда қалды. Енді оны жабу үшін жанталас басталды. Сол үшін жаңа кәсіп бастап, жаңа мамандық игермек болып, таныстарымнан қарызға ақша алып, тағы қарызға кірдім. Менің екінші қателігім қарызды қарызбен жаппақ болғаным. Қарызды жабамын деп талай сүріндім, жыладым, басымды тауға да тасқа да соқтым. Ақша сұрамаған адамым қалмады. Ешкім көмектесе алмады. Түпсіз күйзеліске түсіп кеттім. Қарызға бату, жан тыныштығынан айырылу. Көңіл бүтін емес. Қарыз деген мидың бір бұрышын мүжіп жеп жатады. Күйзеліс салдарынан жедел жәрдеммен ауруханаға түстім. Сондай халде жатып та медбикелерді көргенде менен бақытты ғой, қарызы жоқ қой деп ойлаумен болдым. Елдің бетіне қараймын да, бақытты адам шығар, оның қарызы жоқ деп уайымға батамын. Ойлап қарасам, өзімді елмен салыстырумен болыппын. Миллиондаған қарызға батқан сәтімде өліп қалудан да қорқа бастадым. Мен өлсем қарызды кім төлейді деген жігі құрт жанымды жеп жатты. Қарыздан құтылып, қаржылай тұрақтылыққа қолым жетсе, қарызға батқан адамға көмектесемін деп өзіме уәде берген едім. Бұл кітапты жазу да осында жазылған ақыл кеңестерді оқыған жандар өзіне қажет ақпаратты алса деген ниет туды. Қомақты қарыздан құтылумен ең алдымен Алланы тану жолындағы көріп білгенім себеп болды. Екіншіден, қарызды ойламауға тырыстым. Ал мойнында қарыз тұрғанда оны ойламау қиын. Айлығы шайлығына жетпей жүрген адамның ойында еркіндік болмайды. Сондықтан қарыздан қарызға бата береді. Ойлау жүйесі айлыққа байланған кезде адамның қиялы тұсаулы болады. Алланы тану жолында мен ішкі халді өзгерту деген дүниеге келдім. Қаржылық тұрақтылыққа жету үшін ішкі халді өзгерту қажет. Ішкі хал деген не? Ол Алламен байланыс орнату. Аллаға деген сенім, бүкіл ризық несібенің иесі тек Алла екендігін тану. Мидағы установкаларды өзгерту өте қиынға соғады. Ал оны өзгерткен кезде адамның өмірі де өзгереді. Аллаға сеніп әрекет еткенде табысым берекелі бола бастады.
Адам Аллаға жақындаған сайын ойы өзгеріп, өмірдің мән-мағынасын басқа қырынан таниды. Маған байлық не үшін керек деген сұрақты әркім өзіне қойсын. Стандарт ойдың жетегінде жүргенде адам ниетті бүтіндей алмай қиналады. Ырқы мен ықтияры үнемі өзгенің қалауын орындауға байланып қала береді. Сол кезде ол адамның арманы орындалмай тежеліп қалады. Бір шеңбердің бойымен жүгіріп түк нәтижеге жетпей аласұрады. Ішкі хал өзгерген кезде адам ақша мен табыстың аражігін ажыратып, өзінің ішкі мүмкіндігін сарқа пайдалануға жұмсайды. Бір істі дөңгелетіп отырған адам екінші саланы да меңгеруге құлшынады. Бір рет қомақты ақша тапқан адам оны екінші ретте жасай алады. Ми соған дағдыланады. Сондықтан ішкі халді ояту маңызды. Сонда қарыздан да құтылуға болады. Миллиондап табыс табуға да жол ашылады. Кез келген ризықты берекелі ету тек Алланың қолында. Аллаға апарар жолды таңдаңыз. Аллаға сенген адам аз уақытта мол нәтижеге қол жеткізеді. Оған өзім куәмін. Басымнан өтті. Алла үшін шығынды алып садақа берсеңіз, Алла да адам үшін шығындалып берекесін арттырады. Адамның жомарттығын артқан сайын, қолы ашық болған сайын, Алланың берер ризығы да еселене береді. Тек ниеті түзу болсын. Мақтаныш үшін істеген ісіңіз тек мақтанышқа қалады. Алланың разылығы үшін берсеңіз, алдыңызда тосын сый күтіп тұрады.